Алайда 14-ші сабағымызды бастайық. 14-ші сабақ бұл TradingView деген біздің қолданатын платформаға байланысты. Платформасы сізге не үшін қажет? Бұл жерде бізге біріншіден демо шот ашу үшін, яғни демо шот дегеніміз біз дәл нағыз шот сияқты демо версиясы, яғни біз жалған ақшалармен дәл шын инвестиция немесе трейдинг ақшамен трейдинг инвестиция жасап жатқан сияқты біз жасай аламыз. Қазір технология дамыған заманда солай біз өзіміз де жасаймыз, стилімізді табамыз, үйренген заттарымызды біз тест жасау арқылы өзімізге сіңдіреміз дейміз. Осы нәрселер бізде демошот деп аталады. Осыған байланысты біз алғаш үйреніп жатқан адамдарға біз нөл ақшамен ешқандай риск алмай демошотпен бүкіл нәрсені біз жасауға рекомендация береміз. Яғни демошот ашу. Екіншісі индикаторлар қосу. Индикаторлар қосу, одан кейінгісі позиция ашу. Индикатор, енді осының барлығы бұл демошоттың ішіне негізінде кіреді. Біз біріншіден TradingView'ді қолданамыз. Қазір жадыда біз платформа, брокерлік компанияда платформа қолданған кезде біз анализімізді TradingView'мен жасауға тырысамыз. Себебі TradingView платформасы тегін версиясы бар біріншіден. Сізге ақша төлеудің қажеті жоқ. Тегін версиясы арқылы сіз дәл биржада болып жатқан нағыз уақытта сіз болып жатқан жағдайды көре аласыз және сізге анализ жасағанға өте ыңғайлы. Сол себепті біз TradingView'ді анализ жасай отырып, біз алып сатуды басқа брокерлік компаниялардан жасай береді екенбіз. Мысалы, Freedom Finance пен немесе Interactive Pro. Сондықтан TradingView сізге көмектеседі анализдардың бәрін жасауға. Біз жалпы TradingView'ді осылай анализ жасауға қолданамыз көбінесе. Бұл платформа, бұл тек қана платформа жасайтын компания, яғни бұл брокерлік компания емес. TradingView'дің өзінің компаниялар бар, бірге жұмыс жасайтын, яғни сіз брокерлік компаниямен жалғап тастасаңыз болады. Екеуін қосып тастасаңыз, сіз TradingView'да сол акцияларды алып сата берсеңіз болады деген сөз. Бірақ біздің рекомендация беретін Freedom Finance Interactive брокерлар, олар TradingView'мен жұмыс жасамайды, олардың өздерінің платформасы бар. Сондықтан біз бұны тек қана анализ жасау үшін қолданамыз. Неге дегенде дүние жүзінде акциялар бір бағада қозғалатын болғандықтан. Енді қарасаңыз, бұл веб-сайт қызметі және әлеуметтік желі деп айтсақ болады, платформа деп ата береміз. Енді қазір бәрі платформа ғой, енді WhatsApp, Instagram, Facebook. Анализ жасаймыз, демо шот қолданамыз, real шот ашуға негізі оғанда болады. Біз жалпы қайтып болсын енді қолдану үшін бізге жалпы веб-сайтқа кіру керек, tradingview.com. Сосын ішінен продактың ішінде чарт, график бөліміне өтуге болады. Сосын трейдинг панел деген бар, соның ішінен paper trading деп демо шот деп басып, сіз регистрация жасай отырып Gmail-ма. Сол жерден сіз шотыңызды ашуға болады екен. Register now деген осындай не бар, соны басу арқылы жалпы трейдинг, сіз көбінесе Gmail бар болса, сонымен ашсаңыз дұрыс болады. Google аккаунт деп айтамыз, Google шотыңыз бар болса. Немесе басқадай сізде варианттар шығуы мүмкін. Көбінесе осы продакттың ішіне чартты басу арқылы, сіз кірген кезде де осындай нәрсе шығады, соны продакттың ішіне кіріп чартты басу арқылы ары қарай сіз жасай аласыз. Немесе дұрыс амал мына жерден оң жағында осы жерде шығады, осыны бассаңыз астында sign in немесе sign out деймін. Қазір мен сіздерге практика жүзінде дәл көрсетейін. Демо шоты болғанда астыңғы жағында трейдинг панел деген бар, осыны басқан кезде paper trading, яғни мыналар болған кезде басқа америкалық және басқа елдің брокерлік компаниялары Capital.com, FTX, Currency.com, ED Market. Бұлардан сіз шот ашатын болсаңыз, сіз басқа елдің брокерлік компаниясын қолданасыз деген сөз, және сол жақтан ақшаңызды енді нетіңізге, біз оған жауап бере алмаймыз, яғни сіз олай жұмыс істеп варианттар бар. Paper trading деген ол paper trading демо версия, сондықтан бұл жалған ақша бізге практика жасау үшін. Біз paper trading қойып аламыз да, біз осыдан анализ жасау арқылы біз басқа өзіміздің Freedom Finance немесе Interactive брокерімізде жұмыс жасай береміз, алып сата береміз. Ана жақтан тек қана анализ жасау үшін қолданамыз бұны тегін. Сосын акция алу үшін сіз мысалы мынаны басасыз және осы жерге сіз тикер символыңызды жазу керек болады. Exxon немесе басқалай Tesla деген сияқты. Компания толық жасаңыз да болады. Негізінде all да тұрған дұрыс, әйтпесе stock, futures деп бөліп тастасаңыз, кейбір кездерде шықпай қояды. Оң жағында мына жерде сізде tools бар, құралдар, яғни сізге тренд линия сызуға болады, каналдар сызуға болады, проценттің көресіз және де сөздер жазуға болады деген сияқты, зоналар сызуға болады. Дәл осылай осы жерде бүткілді Fibonacci деген сияқты каналдар, осының барлығы осы жерде жазады екенсіз.
индикаторларына үстінде индикаторлар деген бар. Осы индикаторға кіріп, сол индикатордың атын жазып, біз енді сабақта да көргенбіз, жанына жұлдызша қойып отырсаңыз, индикаторлар, керекті индикаторлар сізге жиналады екен. Оң жағында сіз мына стрелка, екі стрелка бір жерде тұрған осыны бассаңыз, сізге алып сататын не шығып келеді. Осы жерден сіз маркет баға, лимит баға немесе стоп лоссты таңдау арқылы take profit, шығатын бағаңыз, стоп лоссыңыз, осының барлығын жазу арқылы сіз сделкалар аша аласыз. Мына жерден андай кішкентай осы несі өте маңызды. Сіз take profit, ол сіздің жаңағы қай бағадан акцияңызда price деген ол бағадан шыққыңыз келетін жазасыз. Қай бағадан стоп лосс қойғыңыз келетін жазасыз. Мыналар оған автоматически өзі шығады екен, егер сіз прайсын, бағасын дұрыс жазып нететін болсаңыз. Басқаларын қатты басыңызды қатырудың қажеті жоқ. Ашық позициялар, тапсырымдар, жабылған позициялар, журналинг, осының барлығы астыңғы бөлігінде, осы трейдинг, пейпер трейдинг. Көп жағдайда мыналар ғана көрініп тұруы мүмкін. Пейпер трейдинг дегенді басып қалатын болсаңыз, осыларда шығады. Осы жерден сіз ашық позицияны, жаңа заказда берген заказдар, және де history болған жабылып қойған позициялар, пайда көрген пайдаңыз, take profit-тан пайдаларыңыз, profit $48 мысалы. Осының барлығын көре аласыз, және де журналинг жасайсыз. Шотыңыздағы $10,000 болса, сол $11,000 болды ма, $9,000 болып құлап қалды ма дегенін көре аласыз дейсіз. Жалпы болғанда осы сабақ өте қысқаша, бірақ мен практика жүзінде сізге тағы да бір көрсетіп кетейін. Мысалы бізде дәл қазір жағдайда осы не тұр, trading view деген, мысалы веб-сайтқа кірдіңіз, сізге дәл осылай не шығады. Мысалы tradingview.com деп кірген кезде сізге дәл осылай шығып келу керек. Енді бұлай продакт деп сразу кіріп кететін вариант бар, жаңа сізге көрсеттім. Немесе сізге мынаны басу арқылы sign in деп басатын болсаңыз, егер сізге жаңағы сізде бар болса шот, Google шотыңыз, Facebookпен сразу кіріп кете аласыз, немесе имейлмен. Sign up, егер сіз алғаш кіріп ататын болсаңыз, астындағы sign upты басасыз. Sign upты басқан кезде тағы да сізге дәл осындай вариант шығады. Мен sign upты басу үшін бәрібір де, мысалы, мен Google шотымды қолдануды жақсы көрем. Мысалы, менде қазіргі жағдайда, мысалы, менің өзімнің Google-ның имейл адресім. Енді мен мысалы басқан кезде автоматик кіріп отыр. Сізге болғанда паспорт сұрауы мүмкін, паспортты басасыз, немесе Facebook, басқа шоттарыңызда. Дәл осылай кіресіз. Енді кіргеннен кейін менде бірнеше варианттар бар. Продактын басып, charts дегенді бассам, маған осылай автоматик кіріп келеді. Немесе үстіндегі ана іздейтін несіне басатын болсаңыз, сіз кез келген компанияның кірсем бұны жаза аласыз дегенсіз. Енді бұның ішінде сізге әртүрлі шығуы мүмкін графиктар. Көбінесе мына ауто дегенді басып отырыңыз, астында сол кезде графиктар сізге дұрыс көрінеді. Уақытын ол таңдайсыз, бұны біз сабақта айтқан болатынбыз. Бұны сіз таңдайсыз. Мысалы, мен қазір бір сағатқа қойып қояйын. Жобамен Tesla компаниясы тұр екен, логосымен тұр, көріп тұрсыздар. Бұл жерде қалай қолданасыз? Кішігірім айтып кетсем болады. Жаңа paper trading деп отырған мына paper tradingнен бастыңыз. Қазір жағдайда менде автоматик paper trading қосылып тұр. Қосылмаса және paper trading деген бар. Осыны басу арқылы қайтадан сіз бірақ Gmail-ыңызбен кіріп кеткеннен кейін оған басудың қажеті жоқ. Кірмеген болсаңыз, сізге Gmail-ыңызбен кіріп ашу керек болады. Енді позиция жоқ, ордер жоқ. Қазір жағдайда history бойынша алып сатқандар тұр. Мына жерде қандай компания тұр, мысалы NVIDIA деген компанияны лимит бағамен 100 акцияны мынадай бағада алыппыз, және де алған reject жасалған компанияның аккаунтының history бұның барлығы $103 пайда, $35 пайда, $7 минус, $199, $397 минус дейді. Бұлардың барлығы демо шот, 100,000 шотта ашылады. Қазір жағдайда 105,144, яғни 5,144 шот менде пайдада тұр екен. Енді біздің оң жағымызда андай нелер бар. Мен керек болса мынаның барлығын өшіріп тастай аламын. Барлығын өшіріп тастадым, мысалы Теслада. Енді мен бұған анализ жасау үшін мен қайтем. Оң жағымдағы мына бүткіл тулстарды мен қолдана алады екенмін. Мысалы зона сызуыма болады. Жаны басып нететін болсам, жұлдызша басып қоятын болсаңыз, бұл сізге жаныңызға шығып тұрады. Мысалы мен кез келген зоналарды осылай басып, мен зоналарды сыза алады екенмін. Мысалы зонаны мысалы сыздым. Мен мысалы тренд линияны басып алсам, мысалы мен бұлай тренд линиялар салам осы арқылы.
тренд линияны сызғаннан кейін сізге мынандай нәрсе шығып тұрады, үнемі үстіне бір мынаны сіз өзгерте аласыз. Мынандай линиямен сыздым, мен түсін басқа түспен ауыстырғым келеді, немесе кішкене үлкен жуандау сызғым келеді деген. Бұның ішінде Fibonacci бар. Fibonacci'ді қолдануды біз сабақта көргенбіз. Бұл жерде жаңағы circle бар, мынандай кейбір поддержка зоналарды бүйтіп сызып қойсаңыз болады, немесе мына жерге жазсаңыз болады. Мысалы, мынау support зонасы 1, 2, мысалы. Мен мына жерге жазып қоямын, қозғай аламын дейсіз. Осылай әдемі дұрыс қолданған сайын сізге график әдемі жақсы көрінеді. Мысалы, қазір жадыда сызғышты басып алып, сіз егер қазіргі бағасы, Tesla мынамен келесі резистенсқа дейінгі бағасын көрдік. Процентпен 40% өсетін потенциалда тұр. Яғни Tesla өте әдемі жақсы бағада қазір тұр екен деген сияқты мен уже информация алып жатырмын. Бізде енді индикаторлар қосу туралы көрсеттік. Мынаны басатын болсаңыз, кез келген индикатор, Bollinger Band, Moving Average, MACD, Moving Average Exponential, MMA, Pivot Point, RSI деген сияқты мына кейбір индикаторлар артық қосылып кеткен болуы мүмкін. RVI деген нәрсе индикаторлар алып тастайсыз. Stochastic, Volume деген VWAP. Мынаның барлығын мына жерге жазасыз. Мысалы, мен Relative Strength-ті немесе Moving Average, Moving Average толық жазасыз. Немесе кейбір жағдайда мысалы RSI деп жазсаңыз шыққан негіз. Жұлдызша белгілеп қойғандықтан маған оңай болып тұр да, біріншісінде негіз. Артқа сан-мандар болса алмаңыз, керек емес. Біз әрбір индикаторда неткен кезде қалай қолданатынымызды айтып кеттік негізінде. Сондықтан қатты қиын болады деп ойлап тұрған жоқпын. Алып сату жағында мына стрелканы басасыз, немесе мына жердегі өзінің несінің Тесланың биржашылаған кезде шығып тұрады. Қызыл мен жасыл, соны бассаңыз болады. Ең дұрысы мынаны бастыңыз. Мысалы, сіз қандай бір позиция ашқыңыз келетін болса, маркет бағамен немесе лимит баға. Лимит баға шекті баға, мына жерге жазасыз қандай баға алғыңыз келеді. Мен 222-ге алғым келеді. Ол кезде мен былай жазамын да, мен лимит баға болғанда мен мен сатқым келетін баға 224, 224-ге сатқым келеді. Мен стоп-лосс қойғым келеді, өйткені риск менеджмент, мен 221-ге деймін да, мен мысалынан басам. Түскен кезде менің мынандай осылай заказым автоматически мен сататын бағам, алатын бағаларымен бірге осылай тұрады дейміз. Мынаны мен қозғай аламын, кез келген бағамен қозғай аламын. Modify деген басып отыру керек міндетті түрде. Лимит маркет бағамен сіз басып тұрып, басып қалсаңыз автоматтық түрде алады сізде сатып. Сондықтан оны біз маркет баға деп атаймыз. Жалпы болғанда осындай. Мына жерде енді басқа да информациялар бар, оларды біз жүре келе түсінеміз. Өте көп нелер бар енді, сондықтан біз оның бәрін қазіргі жағдайда бізге басымызды қатырудың қажеті жоқ. Ең дұрысы осылай біз алып сатып, қалай алып сататынды үйренетін болсақ, сол дұрыс. Қазір мен алып сата алмаймын, өйткені маркет бағамен, өйткені биржада нарық ашылмай тұрып біз ала алмаймыз. Тек қана лимит баға бере аламыз. Стоп-лосс, жаңадан стоп-лосс қойып, стоп-лоссты өшіріп тастап, стоп-лосс қою керек болса, стоп-лоссты сіз осы жерден қоясыз. Мына жерде енді watch list деген бір жақсы нәрсе бар. Лист кез келген акцияларды қоссаңыз болады. Қосу деген басасыз. Мысалы, барлығымыз біздің дейтін Amazon деген компания басатын болсаңыз, мына жерде басасыз. Қосылып тұр екен, уже X десеңіз алып тастадыңыз деген. Уже қайтадан қосқыңыз келсе, қосуды басасыз. Сол кезде уже Amazon кіріп келді. Енді сіз мысалы Теслада тұрмыз, Амазонға кіргіңіз келсе, Амазонды басып қалсаңыз, график былай ауысады деген. Енді мына уақытты білесіздер, енді бұл сабақта біз айтқанбыз, осы жерден басу арқылы сіз уақыттарын өзгертіп, дәл қазір жағдайда биржаның pre-market, after-market деген, pre-market, after-market биржаның негізгі уақыт. Осылай біз енді жалпы биржада трейдтер жасайды екенбіз. Негізі оңай, біраз жаға басатын болсаңыздар. TradingView деген сабақты әзірге осымен аяқтайық. Қалған біз практика жүзінде тағы да көретін боламыз. Себебі енді ішкі детальный нәрселер өте көп. Оның барлығын айтатын болсақ, бір күніміз кетеді деп айтсақ та болады. Өйткені біз тулстарды жеке-жеке айтатын болсақ, қаншама тулстар керекті, керексіз деген сияқты. Мысалы, тренд линияны үйренсек, мына жерде горизонтал линиялар бар деген сияқты. Мысалы, вертикал, ұзынша линиялар бар. Кейбір бізге керек емес нәрселер.
параллель каналдар бар, оны өзіңіз басып көріп, өзіңіз түсінесіз, мысалы мынаны басып көріп бүйтетін болсаңыз андай параллель шығады дегенсіз. Бұның барлығын бұл қалтаңыздан ақша шықпайтын болғандықтан басып көріп үйрене берсеңіз болады. Ендеше осы жерден аяқтайық. Қысқа және түсінікті болсын. Біз келесі сабақта кездескенше.